Үшінші проблема жаңағы жұмыстардың өмірге дым қатысы жоқтығы. Яғни ертең мысалы магистрант немесе жаңағыдай бакалавр бітірген студент бітіріп, яғни өз өміріне қатысты, өз жұмысына қатысты ешқандай да бір опыттың жинамауы. Мысалы, ол ертең барады работодательге, ол айтады жаңағыдай, сенен сұрамайды ғой, сен диплом қалай жаздың, диссертация қалай жаздың деп. Жақсы, дипломыңды сұрайды. Окей, келіп тұрсың. Ал сенде қандай опыт бар? Не бітірдің университетте деп сұраса, ода ештеңе болмайды. Яғни біздің жаңа Европа немесе Американың системасы осы жағдайды қарастырған деп ойлаймын. Ал енді көп сөйлемей қойын, видеоның соңына келе жаңа подписчиктің қойған сұрағына жауап бердім деп ойлаймын. Бірақ бір айтатын өзімнің кеңесім бар. Біздің системаны бұзуға тырыс деп айтқым келеді. Алдағы уақытта өз тапсыруға келгенде, оны қалай системаны бұзуға болады? Я саған белгілі бір тақырып береді, сен ол тақырыптан отказ соғуға тырыс. Эдвайзермен сөйлес, басқа да универда кісілермен сөйлесіп, өзіңе қатысты, болашақ жұмысыңа қатысты тақырыпты алуға тырыс. Мысалы, сен программист болсаң, менің темам осы универдің сайтын жақсарту деген сияқты тақырып па. SMM болсаң, яғни белгілі бір осы жердегі магазинді мен көтерем, соған қатысты 10 жол іздейм деген сияқты ма. Яғни өзіңе действительно бір реальный бизнесқа, реальный ертең портфолиоңа жазылатын нәрсе диссертация қылып, немесе дипломдық жұмыс қылуға тырыс. Әрине біраз проблемалар болады, әрине ұрысты естулерің мүмкін, бірақ кішкене осыған тырысып қарауыңа өзіңе болады. Осы сонда системаны бұзасын деп ойлаймын. Ал ең соңында подписчиктерге сұрақ, ал сіздің дипломдық жұмыс қандай болды, қандай тақырыпта болды, қалай жаздыңыз, қандай қиындықтар болды, соның бәрін комментарийға жазуға ұмытпаңыз. Бәрін оқимын, маған өте қызық. Ал енді традиция бойынша айтып кетейін, егер тікелей эфирде менімен сөйлескілеріңіз келсе, бізде Twitch бар, TikTok бар, соған өтіп тіркеліп кетулеріңізге болады. Ал енді стрим қашан басталады, жаңа видео қашан шығады десеңіздер, оның бәрі Телеграмда бізде публикациядан өтеді. Сондықтан барлық ссылкалар в описании, как обычно, өтіп, тоже сонда тіркелулеріңізге болады. Тағы да айтып кетейін достар, 1000 подписчикке біздер цель қойып отырық, соған жетуге көмектесіңіздер. 1000 подписчикке келсек монетизация ашылады. Монетизация ашылса жаңағыдай мотивация үлкейеді, новый видео жасауға, немесе видеолар жиі шығып тұрады деген сияқты ғой. Ал сіздердің көмектеріңізге мұқтажбын. Көп рахмет соңына шейін қарағандарыңызға. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.